Сәлем достар, біз сіздермен осьтік және центрлік симметрияға есептер шығарғанбыз. Алдыңғы сабақта біз осы есептің ABCD тіктөртбұрышының L симметрия осының теңдеуін тапқанбыз. Енді осы тіктөртбұрышта екінші тағы да симметрия осы бар, соны тауып көрейік. Ол үшін ол симметрия осы бізде AV және CD қабырғаларының орталары арқылы өтетін К түзуі болады. К түзуі. Осы К түзуінің теңдеуін жазуымыз керек. Ал енді осы К түзуі тіктөртбұрыштың AB қабырғасымен және CD қабырғасымен қиылысады. Яғни қиылысу нүктесі осы қабырғаның дәл ортасы. Оларды бір басқа әріппен белгілейік. Бізде жоқ әріп E жоқ және R жоқ. Осы R екі әріппен белгілейік. Бізге енді осы E нүктесінің координатасы мен R нүктесінің координатасын табу керек. Осы екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін қолданып, К түзуінің теңдеуін жазуымыз керек. Олай болса, алдымен E нүктесінің координатасын табайық. E нүктесінің координатасын табу үшін бізде А мен В нүктелерінің координаталары қажет. А нүктесіндегі X-терін қосамыз. 2 мен 5, яғни А нүктесінің абсцисасы 2, Б нүктесінің абсцисасы 5. Қосып 2-ге бөлеміз. Және осы нүктенің енді Y-терін, яғни ординаталарын бірге қосамыз 4-ті, бөлеміз 2-ге. Сонда біз E нүктесінің координатасын табамыз. 2-ге 5-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге бөлсек 3,5. Дәл солай 1-ге 4-ті қоссақ 5, 5-ті 2-ге бөлсек 2,5. Яғни бұл жердегі AV кесіндісінің ортасындағы E нүктесінің координатасын таптық. Енді дәл солай бізге CD кесіндісіндегі CD қабырғасындағы R нүктесінің координатасын табу керек. Яғни R нүктесінің координатасы. Оны табу үшін бұл жердегі С және D нүктелерінің координатасы қажет. Яғни С нүктесінің абсцисасы 11, D нүктесінің абсцисасы 8. Яғни 11-ге қосамыз 8-ді, бөлеміз 2-ге. Дәл солай, енді С мен Д нүктелерінің абсцисалары, ординаталары қажет. -2-ге қосамыз -5-ті. -2-ге қосамыз -5-ті. Бөлеміз 2-ге. Сонда біз R нүктесінің координатасын табамыз. 11-ге 8-ді қоссақ 19, 19-ді 2-ге бөлсек 9,5-ге тең. Ал -2-ге -5-ті қоссақ -7, -7-ні 2-ге бөлсек -3,5. Енді бізде екі нүктенің координатасы бар. Осы екі нүктенің координатасы арқылы К түзуінің теңдеуін жазуымыз керек. Алдымен түзудің теңдеуін еске түсірейік. X минус X1-дің X2 минус X1-ге қатынасы тең болады Y минус Y1-дің Y2 минус Y1-ге қатынасына. Енді бұл жердегі E нүктесінің координатасын X1 мен Y1 деп алсақ, онда R нүктесінің координатасында 9,5-ті X2 мен Y2 деп қарастырамыз. Орнына қойсақ. Сонда X минус X1-іміз 3,5, X2-іміз бізде 9,5 минус 3,5 тең Y минус Y1-іміз 2,5, Y2-іміз минус 3,5 минус Y1-іміз 2,5. Енді ықшамдаймыз. Біріншінде алымында X минус 3,5, 9,5-тен 3,5-ті азайтсақ, мәні 6-ға тең. Тең, екіншісінде Y минус 2,5, бөлімінде минус 3,5-тен азайтамыз 2,5-ті. Бұл жерде екі теріс сан қосылады, бірақ минус таңба сақталады. Яғни минус 6. Енді осы жердегі минустан құтылып, бөлімдерін қалдырайық. Ол үшін теңдікке дейінгі алғашқы мәнді өзгертпей жазамыз. Бөлінген 6-сымен тең. Ал мұнда алымында бөлім минус 6 болған кезде алымын орындарына ауыстырып жазамыз. Және минус таңбасын жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 2,5. Яғни 2 бүтініміз алдына шыққан кезде мұна таңба плюс болады. Яғни минус Y.
жақшаны ашсақ минус 2,5 шығу керек, және минус плюс y шығу керек. Сонда бөлімдегі минус пен жақшаның алдында минус екеуі жойылып кетеді, сонда бізде бөлімдері бірдей болады. X минус 3,5 бөлімінде 6 тең. Екінші бөлімде минустар қысқарып кетеді, қалады 2,5 минус y бөлімінде 6. Бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімдегі 6-ны қалдырамыз, тек алымдарын ғана теңестіреміз. Сонда x минус 3,5 тең болады 2,5 минус y. Енді барлығын теңдіктің бір жақ бөлігіне шығарып, 0-ге теңестіреміз. X минус 3,5 минус 2,5 плюс y тең болады 0-ге. Ықшамдасақ, ұқсас мүшелерін біріктіреміз. X қосылған y минус 6 тең болады 0. X плюс y минус 6 тең 0. Ол бізде екінші осьтік симметриямыз К түзуінің теңдеуі. Яғни бұл жерде ізделінді К түзуінің теңдеуі X қосылған y минус 6 тең болады 0. Балалар, біз сіздермен осьтік және центрлік симметрия тақырыбын қолданып есептерін шығардық. Келесі кездескенше сау болыңдар.